Көне сарайшық екінші бөлім. Қазіргі Атырау қаласынан 50 шақырым жерде Жайық өзенінің оң жағасында бір кездегі ұлы да атақты Сарайжук, қазіргі аты Сарайшық қаласының қираған құландысы жатыр. Сарайшықты негізін Бату хан билік құрған уақыты 1221-1256 жылдары салған деген тарихи пікірмен келісуге болады. Көптеген көпестер мен саяхатшылардың осынау жолдардың бағыт-бағдарлары туралы, тауарлардың сипаты мен бағасы және қатынас тәсілі туралы жазбалар мен хикаялары бізге дейін жетіп жатыр. Сарайдан Сарайшыққа, одан әрі Үргенішке дейінгі сауда жолының соқпақтарында құдықтар болды және керуен сарайлар қызмет етті. 12-14 ғасырларда осы жол шығысты батыспен негізгі жалғастырушы болды. Сарайшыққа салтанатты сәулетті сарайлар, керуен сарайлар, моншалар, мешіт медреселер және басқа да ғаламат ғимараттар салынған. Оларды атақты сәулет өнері мектептерінен өткен дарынды шеберлер тұрғызған. Қаланың өте тамаша жобаланып салынған түзу декен көшелері мен алаңдары болған. Қаланың келбетінен шығыстың әсері айрықша байқалады. Керуен саудасынан келетін түсім, әскери олжа, жергілікті халық төлейтін салық және аса мол арзан еңбек күшінің есебінен Сарайшық қаласы тез өсті. Қаланың гүлдену уақыты 14 ғасырға сәйкес келеді. 15-16 ғасырлар шаһар тағы да өзгеріске ұшырады. Орталық бөлігі көлемі жағынан біртіндеп кішірейе келе, оңтүстік шығыста Жайықтың қазір Сарычинка деп аталатын саласына қарай жылжыды. Жыл сайынғы су тасқыны қаланың біраз бөліктерін шайып кетіп отырды. 50 километрах от современного города Атырау на правом берегу Жайық сохранились руины некогда величественного и знаменитого города Сарайджука, нынешнее название Сарайшық. Сарайджук, наряду с другими городами, был возведен в первые десятилетия жизни империи Улуса Жоши, который потом назывался Золотой Ордой, для управления огромной территорией от Иртыша до Дуная. Сначала эти города служили пунктами, в которых возводились дворцы и административные здания для знати нукеров, наёнов и других управляющих подвластной им территории. Вокруг центральных зданий впоследствии вырастали жилища различного люда, ремесленников, вольных жителей, купцов и так далее. Сарайджук был одним из таких городов. Построенный на узловом стратегическом отношении участке стыка Европы и Азии, он обеспечивал безопасность отрезка трансконтинентального караванного пути из стран Европы и столицы Золотой Орды, Сарая-Бату и Сарая-Берке, на Волге, в городах Хорезма, Ирана, Индии и Китая. До нас дошли описания и повествования многочисленных купцов о способах передвижения. Торговая дорога от Сарая до Сарайджука и далее до Ургенча была снабжена колодцами и караван-сараями. В XIII-XIV веках этот путь был основным, связывающим Восток с Западом. В силу этого в Сарайджуке строились роскошные дворцы, караван-сараи, бани, мечети, медресе и другие великолепные здания. Они возводились талантливыми мастерами из наиболее известных архитектурных школ. Город имел хорошо разработанную планировку с прямыми широкими улицами и площадями. Особенно заметно на облике города восточное влияние. Прибыль от караванной торговли, военной добычи, дань с покоренных народов и большое количество дешевой рабочей силы способствовали быстрому росту Сарайджука. Сарайджук с момента возникновения оказывается в эпицентре внутриордынских и международных событий. От придворной династийной борьбы представителей дома Жоше за престол, военных мятежей и политических интриг, роста торгово-экономических и культурных связей и других до распада империи и формирования новых этносов. Рассвет города пришелся на XIV век. В XV-XVI веках топография города вновь изменяется. Его центральная часть постепенно уменьшается в размерах и смещается к юго-востоку, к ответвлению от Жайыка протока Сарачинка. Последние 2 столетия река Жайык несколько раз изменяла свое основное русло. Каждый год во время весеннего половодья река отнимала у городища значительные участки с культурными пластами.